Келесі 584 есебіміз. Қуаттығы әртүрлі эскаватордың бірі жерді 10 күнде. Біріншісі 10 күнде. Ал екіншісі 12 күнде. Күнденші. Ал үшіншісі 15 күнде қазады. Олар бірігіп жұмыс істесе, осы жұмыста қанша күнде орындар еді? Бір күнде бірінші эскаватор жұмыстың 10-нан 1 бөлігін жасайды. Ал екінші эскаватор бір күнде 12-ден 1 бөлігін жасайды. Ал үшінші эскаватор 15-ден 1 бөлігін жасайды екен. Енді жұмыс өнімділігін қосайық, яғни себебі үшеуі бірігіп деп сұрап тұр ғой. Сонда 10-нан 1 қосылған 12-ден 1 қосылған 15-ден 1. Ортақ бөлім бізде 60 санынан болады. 4, 5, 6 болады. Бөлшектің бөлімінде 60, 5 қосылған 6 қосылған 5, 4. Сонда нәтижесі 15-ке тең болады. Бөлшектің бөлімінде 60. 15 санның өзіне қысқартатын болсақ, 4-ке тең болады. Сонда бір күнде үшеуі бірігіп, жұмыстың 4-тен 1 бөлігін орындайды. Бір күнде. Енді бастапқы 1-ге бөлейік, сонда 1 көбейтілген 4, нәтижесі 4-ке тең болады. Сонда барлық жұмысты үшеуі бірігіп 4 күнде жасайды екен. Келесі 585 есебіміз. Бірінші тігінші жұмысты 20 күнде орындайды. Ал екінші тігіншіге осы жұмысты орындау үшін бірінші тігіншінің уақытының 5-тен 3-і қажет. Сонда бірінші тігінші 20 күнде орындайды екен. Ал екінші тігінші осыған қарағанда 5-тен 3-і қажет екен. 20-ны көбейтеміз, сонда 5-тен 3-ке. Қысқартайық, 5 санына 4 болады, сонда 12 күнде бітіреді екен екінші тігіншіміз. Ал үшінші тігінші екіншіге қарағанда 2,2-ден 1 есе уақыт жұмсайды дейді. Сонда 12 еді екіншіміз, оны көбейтеміз 2,2-ден 1-ге тең 12 көбейтілген 2, 4, 5 болады. Тең қысқартайық, 2 саған 6 болады. 6 мен 5-ін көбейтіндісі 30-ға тең болады. Сонда үшінші тігінші осы жұмысты 30 күнде бітіреді екен. Енді осы жұмысты үшеуі бірігіп қанша күнде бітіреді дейді. Бірінші тігінші бір күнде жұмыстың 20-дан 1 бөлігін орындайды. Ал екінші тігінші жұмыстың 12-ден 1 бөлігін орындайды. Ал үшінші 30-дан 1 бөлігін бір күнде орындайды. Енді үшеуі бірігіп болғандықтан қосамыз. Ортақ бөлім бізде 60 санынан болады. 2, 5, 3 болады екен. Бөлшектің бөлімінде 60, 3 қосылған 5 қосылған 2 тең. 10-ға тең болады. Бөлшектің бөлімі 60-ға тең. 10 санын өзіне қысқартатын болсақ, 6-тан 1-ге тең болады. Яғни үшеуі бірігіп бір күнде жұмыстың 6-тан 1 бөлігін орындайды. Енді бастапқы жұмысты 1 деп белгіледік, оған бөлейік сонда 6-тан 1-ді. Сонда нәтижесі 1 көбейтілген 6, нәтижесі 6-ға тең болады. Сонда 3 жұмысшы барлық жұмысты 6 күнде орындайды екен. Жауабы 6 күн болады. 586 есебіміз. Аквариумге су 2 құбыр арқылы жіберілсе, ол 5 сағатта. Яғни 2 құбыр арқылы дегеніміз бірге. Бірге ағатын болса, ол 5 сағатта толады.
Ал бірінші құбыр арқылы ғана ағатын болса 6 сағатта толады. Бірінші құбыр арқылы 6 сағатта толады екен. Сонда тек екінші құбырдан ғана ағатын болса қанша уақытта толады дейді. Сонда екінші құбырдан ғана ағатын уақытта сұрап тұр екен. Бізде 1 сағатта екеуі бірге құбырдың 5-тен 1 бөлігін толтырады. Ал бірінші құбырдан ғана ағатын болса, ол 6-тан 1 ғана бөлігін 1 сағатта толтырады екен. Енді барлық жасаған бөліктен жеке бірінші 1 сағатта ғана жасайтын бөлікті азайтатын болса, екінші құбырдың ағызатын бөлігін табуымызға болады. Сонда 5-тен 1 азайтылған 6-тан 1 тең ортақ бөлім бізде 30-ға тең болады. 6-тан береміз 5 болады. Бөлшектің бөлімде 31. Яғни екінші құбыр 1 сағатта 30-дан 1 бөлігін толтырады екен. Ол деген бастапқыда біз 1 деп белгілеп алдық. 30-дан 1-ге бөлетін болсақ, 1 көбейтілген 30, нәтижесі 30-ға тең болады. Сонда тек екінші құбыр арқылы 30 сағатта толады екен. Екінші құбыр 30 сағатта толтырады екен. Келесі 587-ші есебіміз 2 трактор жерді 6 сағатта жыртады. Яғни бірге 6 сағатты жыртады. Сол жерді бірінші трактор жалғыз жыртқанда 15 сағат жұмсайды дейді. Бірінші трактор 15 сағат жұмсайды екен. Енді жалғыз өзі екінші трактор қанша уақытта бітіреді сұрауға. Сонда екінші тракторды сұрақ белгісін қоямыз. Екеуі бірге 1 сағатта жұмыстың 6-тан 1 бөлігін орындайды. Ал екінші трактор 1 сағатта, Ал бірінші трактор 1 сағатта 15-тен 1 бөлігін орындайды. Бізде екеуі бірге жасаған уақыттан жалғыз өзінің жасаған уақытты азайтатын болса, екінші трактордың жасаған уақыты шығады. Сонда 6-тан 1 азайтылған 15-тен 1 тең ортақ бөлім 30 санынан болады 2, 5, сонда 30-дан 3-ке тең болады. 3 санына қысқартатын болса, 10-нан 1-ге тең болады. Сонда екінші трактор 1 сағатта 10-нан 1 бөлігін жасайды екен. Оны бастапқы 1-ге бөлетін болсақ, 10-нан 1 тең 1 көбейтілген 10, нәтижесі тең болады 10-ға. Сонда екінші трактор сол жерді 10 сағатта жалғыз жыртып бітіреді екен. Келесі 588-ші есебіміз бассейнге 2 құбыр арқылы су жібергенде ол 3,3-тен 1 сағат ішінде толады дейді. 2 құбыр арқылы, бірінші және екінші. Яғни оны бірге деп жазсақ болады. 3,3-тен 1 сағатта толтырады. Бірінші құбырмен ғана жіберілетін болса, бассейн 6 сағатта толады. 6 сағатта толады екен. Тек қана екінші ғана құбырмен жіберетін болса, қанша уақытта толады деп сұрақ қойсақ болады. Сонда екеуі бірге 1 сағатта 1-дің 3,3-тен 1 бөлігін орындайды. Ол деп отқанымыз 10-нан 3 бөлігін орындайды 1 сағатта бірге. Ал бірінші бассейн 6-тан 1 бөлігін 1 сағатта орындайды. Сонда барлығын жасаған уақытынан бірінші бассейн толтырған уақытын азайтсақ, бізде екінші бассейннің уақыты шығады. Сонда 10-нан 3 азайтылған 6-тан 1 тең болады. Ортақ бөлім береміз. 30 санынан 3 болады, 5 болады. Сонда бөлшектің бөлімінде 30, алымында 4-ке тең болады екен. Яғни қысқартайық, 2 санына қысқартсақ болады. 2 бөлімде 15-ке тең болады. Яғни екінші бассейн
1 сағатта 15-тен 2 бөлігін толтырады екен. Енді бастапқы 1-ге бөлетін болсақ, 15-тен 2 тең 1 көбейтілген 15 алынына шығады да 2 бөлшектен бөліміне болады. Тең болады. Сонда 2-ден 15 болады. Ол дегеніміз 7,2-ден 1 сағат болады. Сонда екінші бассейннен ғана ағызатын болса, 7,2-ден 1 сағатта толтырады екен.